Қытай берген қарыз немесе қарақұрлық Қытайдың отарына айналды ма? Бүгін сіздерге мынау күллі жер бетіне қарыз үлестіріп жатқан Қытай билігінің аталмыш Қытай инвестициясының көп жұрт біле бермейтін қыры мен сыры туралы бір-екі ауыз сөз айтқанды жөн көрдік. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Қытай инвестициясы бұл күнде әлемдік тақырып. Тұтас жұмыр жер бетінде Қытаймен экономикалық байланысты талқыламайтын ел жоқ деп айтуға болады. Бүгінгі Қытай кешегі Қытай емес. Айдаһардың бойына күш бітіп, аузынан ақ жалын шашып, азуын айға білеп, айдарынан жел есіп тұрған бір сәті осы қазіргі кез. Осы Қытай соңғы кезде қарақұрлыққа қарызды қарша боратты. Ақшаның шашылғанда қисап жоқ. Осыдан 3 жыл бұрын Африка құрлығынан келген елдердің басшылары қасқасымен жайсаңы Пекинде жиналып, аспаннан тегін жауған ақшаға қарық болып, қалталарын, қойны қоныштарын қып-қызыл юанға толтырып қайтқан болатын. Ал міне 2018 жылдың қыркүйек айы бастала сала, Африкадағы қара зеңгінің тұқымының қасқасымен жайсаңы, ығайымен сығайы, сорпа бетіне шығары, төресімен қарасы жиналып, Пекинде Қытай басшысы таратқан қызыл юанды тағда жәшік деп қоржын-қоржындап алып жатыр. Бұл не деген батпан құйрық? Аспаннан Қытайдан қарақұрлыққа ақша жауған бұл не жағдай? Енді біз мынау Қытайдың әлемге аты шулы болып тұрған аталмыш инвестициясының қыры мен сырын былайғы жұртқа ашып көрсетпек мақсатпенен бір-екі ауыз финанстық ақпараттарды бере кетсек деп отырмыз. Қытайдың шетелге беретін қаржысы көбінеки 4 түрлі басқышпен беріледі. Ең алдыменен Қытайдың өлкөлік, қалалық, ұлттық компаниясының аталмыш ақпарат жиғыштары сол қаразеңгілердің еліне, Африкаға делегация болып шапқылайды. Кейбіреулері туристер, саяхатшылар болып, кейбіреулері үкіметаралық достық қарым-қатынасты орнатқыштар болып, кейбіреулері ондағы мәлім қаламен Қытайдың бір оған парапар мәлім қаласын дос қала, әпекелі сіңлі аға бауыр қалалар жасаймыз деп. Қысқасы, қалтасында ақшасы мол, қолында жәшік құжаты бар, Қытайдың неше түрлі жылтырақ сыйлықтарын алған делегаттар Африкаға қаптайды. Олардың мақсаты сол елдің қыры мен сырын түсіну және сол ел қандай жобаларға мұқтаж, ашылатын кен бар ма, қазылатын қазба байлық бар ма, салынатын су электр станциясы бар ма, салынатын жол бар ма, салынатын темір жол бар ма, салынатын үкіметтік ірі нысан құрылыстар бар ма, әуежай бар ма, темір жол, тас жол вокзалдары бар ма деп, доқтырхана бар ма деп сол елдерді тіміскілей бастайды. Бұл жұмыстың бірінші басқышы болады. Аталмыш делегаттардың ішінде коммерциялық бағыттағы осындай тыңдаулар ең соңында сол елге Қытайдың аталмыш су тегін инвестициясының ағылуының ең алғашқы, ең бірінші қадамы болады. Енді біз сол елді, кез келген бір елді мысалға ала отырып, осы барыстың бүкіл жобасын сіздерге нақтылы дәлелмен түсіндіре кетейік.
Енді Африкадағы мәлім бір елді алайық. Ол елдің атын Зеңгістан деп атайық. Енді жаңағындай аталмыш қалың делегаттардан кейін сол Зеңгістан елінде де бір пысықтар пайда болады. Оларда сол елде қазылмай жатқан қазба байлықтарды, игерілмей жатқан кендерді, немесе ұлан байтақ далаларға жаңағы жер жыртып тыңнан астық еге қалатын болып, балық өсіре қоятын болып, мал шаруашылығын дамыта қоятын болып, немесе су электр станциясын сала қоятын болып жінігеді. Әрине оларға Қытайдың бүкіл инвестициялық жобалары ең алдымен дәріс ретінде, сабақ ретінде өтіліп, аталмыш ортадағы жарастырушы пысықайларды Пекинге, Қытайдың мықты қалаларына, Хайнан аралына, Гуйлинге, анау ақшасын өзіңіздің қалтаңыздан шығарсаңыз, 50 мыңнан 100 мың доллар шашсаңыз да аралап бітпейтін Қытайдың ең керемет әдемі жерлеріне, аралдарына қыдыртып, сол барыста әлгілердің бәрінің басына керекті информацияны қытекеңдер құйып болады. Сөйтіп жаңағы Зеңгістан елінен 20-да 30 жоба жасалынып үлгереді. Су электр станциясы салынатын болады, кендер қазылатын болады, тың жерлер игерілетін болады, балық өсірілетін болады, мал шаруашылығы дамитын болады, газ, мұнай қазылатын болады, темір жол, тас жол салынатын болады, әуежайлар салынатын болады. Тіпті өмірінде велосипедтің өзін өндірмейтін елде енді ауыр жеңіл техниканың бәрі өндірілетін болып, ол жаболарда жасала бастайтын болады. Аталмыш пысықтардың сол тегін Қытайға барып қайтқаннан тартып, сол жердегі олардың түсіндіру жұмыстарын жүргізуіне Қытайдың мемлекеттік мекемелер тарапынан жүріс-тұрыс ақыңыз, жол билетіңіз, командировкаңыз деп отырып төленетін қаржылардың бар екенін айтпасақ та былайғы жұртқа түсінікті. Қалталарына қызыл юан түскеннен кейін әлгі белсенділер тіпті белсенді бола бастайды. Екі елдің достығы, анау-мынау экономикалық мүмкіндік, Қытайдың жаңағы өсуі, өркендеуі, оның сол аталмыш Зеңгістан еліне беретін пайдалы, тиімді жағы, үлкен нарық дегендерді айтып, әлгілер ақпарат құралдарында әңгімені көбейте бастайды. Содан жаңағы пысықайлар, әкімі бар, қарасы бар, мәнсаптысы бар, чиновнигі бар бір топты алып, аталмыш мәлім өлкенің ұлттық компаниясымен ең алғашқы келіссөздерді жүргізе бастайды. Жоба көп. Мемлекеттің өзінде де осында ананы айтсек, мынаны битсек деген жобалардың болатыны, мемлекеттен, бюджеттен бөлінген қаржыны былай тартып, алай тартып, жаңағы жоспарлайтыны екі бастан белгілі. Сөйтіп, аталмыш мемлекеттің жаңағы ортада жүрген пысықтарыменен мемлекеттің жаңағы әкім қаралары бірлескен делегат Қытайдың сол мәлім өлкесіндегі, мәлім қаласындағы ұлттық компанияның өкілдерімен жоба туралы сөйлесе бастайды. Онсыз да жұмыр жер бетіне темір жол салудан, көпір салудан, туннель салудан, тас жол салудан, әуежай, докторхана, мемлекеттік мекемелердің құрылыстарын салудан атағы шыққан Қытай. Су электр станцияларын, күн электр станцияларын, жел электр станцияларын салудан атағы шыққан Қытай енді жаңағы аталмыш делегаттардың жобаларымен танысады. Олардың мүмкіндіктерін қарастырады, ақшаларын есептейді. Егер ол тек идея болса, ары қарай оған тәптіштеп тұрып, әрбір сантиметр, әрбір тиынына дейін есептеген тың жаңа жобаларды әп-сәтте ғылыми зерттеу институттары жасап үлгереді. Әдетте бір гидроэлектр станцияның немесе бір әуежайдың тек жобасын жасап сызып шығудың өзіне бәлем миллион доллар кетсе, бұл жерде Қытайдың аталмыш жобалау институттары ортаға бірнеше мәрте шапқылап барып, біраз уақыт өткізбестен сол жобаларды су тегінге жасап, оның өте жоғары бағадағысын, орташа бағасын, төменгі арзан бағадағысын 3-4 түрлі жобасын жасап, аталмыш Зеңгістан мемлекетінің алдына су тегін қоя қояды. Сөйтеді де, қалталарыңызға қараңыздар,
осы жобаны сіздерге 3 түрлі жобамен жасап көрсеттік деп жаңағы ғылыми зерттеу институты оны су тегін жасап бере қояды. Енді осы жобаның біреусін жаңағы мемлекеттің басшылары құптайды. Дәл осы кезде Қытайдың ұлттық компаниясы оларға бұл жобаның Қытайдың сатып алушылар қарызы дейтін, ағылшынша айтқанда buyer credit дейтін, яғни жобаның иесі Қытайдан қарыз алып, және ол сол жобаны Қытайдың ұлттық компаниясынан жаңағы игеруіне, солардың орындауына тапсыратын. Артынан ол жобаның иесі, меншік иесі болып, жаңағы қарыз алушы тарап болып қалатын, және оны бәленбай жылға, 12-15 жылға сол қарыз алушы тарап төлейтін осындай buyer credit дейтін жоба екендігін түсіндіреді. Енді бір мысал айтайық. Жаңағы аталмыш су электр станциясын мысал алайық. Су электр станциясына 1 миллиард доллар кетті делік. Бұл енді мысал. Қытайдың ұлттық компаниясы 1 миллиард доллар кететін су электр станциясының қарапайым жобасын, идеясын, тіпті оған лайықты аталмыш жобаларға дейін анығын жасап, оны жаңағы Африкадағы сол елдің басшыларының мақұлдауынан өткізіп, олардың да бұл жоба егер қаржыландырылған жағдайда Қытай тарапынан бұл мемлекеттің бұл жобаны тұтасымен жаңағы екі жақты селбестік нәтижесін істеуге келісімдерін мемлекеттің, елбасының, парламенттің, президенттерінің қолдары деген сияқты тиісті құжаттың бәрін дайындайды да, енді аталмыш бірлескен жоба туралы өтініш хатты сол өлкенің немесе қаланың сауда департаментіне, коммерция департаментіне ұсынады. Коммерция департаменті бұл жобаны қарайды. Бұл екінші басқыш. Жаңағы аталмыш Африкадағы Зенгістан елінің барлық басшысының, қосшысының қолдары тұр. Жобаға берілген жер тұр, даусыз жер, мемлекеттік жоба, мемлекеттен бұған жаңағы келісім тұр. Осы аталмыш су электр станциясы салынғаннан кейін мемлекет осы 1 миллиард доллар қарызды Қытай мемлекеті қарыз ретінде сол Африка еліне бергеннен кейін 12-де 15 жыл ішінде қайтарып боруға кепілдік беретін туралы қалың құжаттар, келісім шарттар, кепілдемелер бәрі тұрады. Коммерция департаменті бұл жобаны қарағаннан кейін оны тікелей Пекиндегі Қытайдың коммерция министрлігіне ұсынады. Коммерция министрлігі бұл жобаны қарап, ондағы барлық Африка елінің қарыз алуға қажетті өтініштері, ұсыныстары, ал Қытайдың зерттеу институты жағынан жасалған жобалар, сызбалар, әрбір квадрат сантиметрмен әрбір тиынға дейін есептелген жобаны көріп шыққаннан кейін, олар министрлік тарапынан жаңағы аталмыш ту баста осы идеяны зерттеп жасаған ұлттық компания, сол өлкенің қаланың коммерция департаменті, мемлекеттік коммерция министрлігі, аталмыш қарызды алмақшы болған Африка елінің басшы қосшылар қосылған делегацияны сол жобаны зерттеуге, тексеруге жаңағы Африкаға аттандырады. Ортада Африкадан Пекинге, Пекиннен Африкаға 10-20 мәрте, 20-дан 30-дан 100-ден астам делегаттар ары бері сабылғаннан кейін неше түрлі ақпарат құралдарында сұхбат беріп, тұтас халыққа бұл жобаның пайдалы екендіктері туралы неше түрлі ақпараттар таратылғаннан кейін барып, ең соңында коммерция министрлігі аталмыш жобаны Қытайдың ұлттық сақтандыру компаниясына қарай жібереді. Себебі Қытайдың ұлттық сақтандыру компаниясы бұл жобаны қаржыландырған жағдайда, мемлекеттің қаржысы бұл жобаға өткен жағдайда, егер сол Африка елінде форс-мажор жағдай болғанда, жер сілкінгенде, соғыс болғанда, мемлекет дефолт болғанда, бұл жоба күйіп кеткен жағдайда да біз бұны сақтандырамыз деп, оған 1% сақтандыру қаржысы алатындығы туралы алдын ала келісімін берсе, ендеше ары қарай бұл Қытайдың осы жобаны қаржыландыратын банкі Қытай импорт-экспорт банкіне қарай жылжиды. Ал сақтандыру компаниясы 1%-тік сақтандыру сомасын
төлеген жағдайда біз бұл жобаны сақтандырамыз деген келісім бергеннен кейін барып импорт-экспорт банк аталмыш жобаның тұтас барысын тағы бір мәрте тексереді. Коммерция департаментінің министрлігінің жобаның нарықтағы пайдасының қайту мөлшері, қарыздың өсім проценті, мемлекеттің сенімділік деңгейі деген барлық коэффициенттерді қарап шығады. Естеріңізде болсын, бұл жерде әрбір мемлекеттің Қытайдан қарыз алатын категориясы болады. Дамыған батыс елдерінің жекеменшік компанияларында еш кепілдіксіз қарыз ала алады, ал кедей мемлекеттер, соғыс өрту тұтануы мүмкін мемлекеттер, немесе қауіпті аймақта жасайтын мемлекеттер ондай қарызды алу үшін олардың тіпті де көп кепілдіктер, гарантиялар, немесе кепіл ретінде жер асты қазба байлықтары, жер, территория, немесе ұлттық компаниялардың акциялары, немесе сол ұлттық компаниялардың, ұлттық қорлардың жаңағы пакеттері, акция пакеттерін кепіл ретінде қоюға мәжбүр болады. Яғни әр елдің Қытайдан алатын қарызының проценті, яғни өсім ұқсамайды, және сол қарызды алу үшін олардың кепілге қоятын гарантияларының түрі ұқсамайды. Мысалы, дамыған Америка, Еуропа елдеріндегі, немесе жаңағы Жапония, Аустралия, Жаңа Зеландия сияқты елдердегі кез келген жеке меншік компанияның жылжымайтын мүлкінің өзі кепіл ретінде қарала береді. Ал бірақ кедей елдер, сенімсіз елдердің сол мемлекеттің ұлттық компаниясының гарантиясы, немесе тұтас мемлекеттік темір жол, мемлекеттік ұлттық ұялы байланыс компаниясы, мемлекеттік телеком, мемлекеттік жаңағы мұнай газ компаниясы, мемлекеттік жаңағы жер асты қазба байлықтарын басқаратын мемлекеттік компаниялардың жаңа басқару құқы немесе акциялары ғана кепіл ретінде қаралады. Және олар жазып шығарған құнды қағаздар, заемдар кепіл ретінде қаралады. Сөйтіп, төртінші мекеме импорт-экспорт банк енді өсім туралы аталмыш елменен сөйлесе бастайды. Әдетте кедей мемлекеттерге 7%-тен бастап 12%-ке дейінгі өсім есептелінеді. Ал кейбір мемлекеттерге жобаның түріне қарамай 5%, 4%, тіпті 2% дейді. Ал Тайваньмен арақатынасқа байланысты. Егер сендер Тайваньмен дипломатиялық байланыс түзсеңдер, процентті кешірім етеміз дейтін баттары тағы бар. Оның көбі Африка елдеріне қаратылған. Сөйтіп, бұл жерде жаңағы аталмыш қарыз алушы африкалық ел енді Қытайдың мемлекеттік импорт-экспорт банкіменен өсім туралы сөйлесе бастайды. Және осы аталған су электр станциясын Қытай мемлекеті қаржыландырған жағдайда оның қанша жылда қайтарылатындығын есептей бастайды. 12 жыл, 15 жыл, 19 жыл, 25 жыл деген жылдар сол мемлекеттің сенімділігіне байланысты беріледі. Сөйтіп, екі ел енді келіседі, процентте шешіледі. Мысалға алайық, жаңа 1 миллиард долларды енді 8%-тік өсімменен 20 жылға жаңағы аталмыш мемлекет алды деп есептейік. 8%-тік өсіммен 1 миллиард долларды 20 жылға алуға келісті деп есептейік. Енді осы келісімнің аясында жаңағы африкалық ортадағы белсенді пысық топ, олардың жаңағы Африка мемлекетіндегі мансаптыларменен, шенділермен ұйымдасқан қосынды тобы, ортадағы Қытайдың осы тұтас ұлттық компаниясы, коммерция департаменті мен коммерция министрлігі, сақтандыру компаниясы, импорт-экспорт банкі сияқты 4 мекемесінің басын қосып, есептеңіз, Қытай жағынан 4 құзырлы орган тұр. Ұлттық компания, коммерция министрлігі мен коммерция департаменті, ұлттық сақтандыру компаниясы және ұлттық импорт-экспорт банк. Осы 4 мекеменің бәрінің келісімін алып, бәрінің басын бір жерге қойып, бәрінің басын осы жобаға біз қосыламыз деген қолды қойғызушы кім болады? Бұл осы жобаға қолды қойғызушы жаңағы ту баста делегаттарды Африкаға аттандырушы Қытайдың сол елдегі, сол қаладағы ұлттық компаниясының пысықтары болады. Себебі
Олар жаңа 1 миллиард долларды өздері тікелей Қытайдың импорт-экспорт банкінен ала алмайды. Олар осы идеяны Африка елдеріне тастап, ол жердегі шенділер мен шекпендердің қалтасына беруге тиістісін беріп, сыйлықтарын беріп, қолдарына кез келген елден ақша ала беретін карточкаларын беріп жүріп, осы жобаны іске асырайық деп құлақтарына құйып жүріп, оларды 20-30 мәрте Қытайға әкеліп қыдыртып жүріп, дәріс өтіп жүріп, ең соңында оларды осы су электр станциясын салуға көндіреді. Себебі қарызды жаңағы Африканың елі Қытайдың импорт-экспорт банкінен алғаннан кейін келісім шарт бойынша сол Африка елінің ұлттық компаниясына, немесе су электр станциясын басқару бір органына, немесе ұлттық энергетиканы басқаратын бір ұлттық компаниясына, немесе министрлігіне жаңағы ақша аударылады. Ол 1 миллиард доллар дедік, сол 1 миллиард доллар енді Қытайдың импорт-экспорт банкінен жаңағы аталмыш елдің ұлттық компаниясына, немесе сол су электр станциясына ие болып қалатын департамент министрлігіне, тәуелді бір мекемеге аударылады. Ол ақша аударылудан бұрын жаңағы Африка елі оған гарантия шығарады, яғни кепілдеме шығарады. Ол кепілдеме біріншісі сол елдің ең басты ұлттық компанияларының кепілдемелері болады. Солардың акциялары болады. Екіншісі сол елдегі қазба байлықтардың, кендердің, мұнайлардың, газдардың, немесе тағы басқа да құнды қазба байлықтарды кепілге қояды. Үшіншісі сол елдің ұлттық компаниялары, сол елдің мемлекеттік темір жолы, сол елдің ұлттық телекомпания, сол елдің ұлттық ұялы байланыс компаниясы, сол елдің ұлттық жаңағы басқа да компаниялардың барлығын кепілдеме ретінде қойылады. Төртіншісі сол елдің мемлекеттік кепілдемесі деген кепілдеме болады. Государственный гарантия болады. Осы гарантияны береді. Яғни осы гарантиялардың бірі немесе бірнешеуін кепілге алып, оларды халықаралық жаңағы бір бағалаушы компаниялардың бағалауы бойынша оның әрқайсысы мұнша миллион долларға тұрады деп бағалайды. Мысалы, жаңа аталмыш елдің ұлттық темір жолын 200 миллион долларға бағалауы мүмкін. Ұлттық телекомын 500 миллион долларға бағалауы мүмкін. Жаңа тағы бір жерасты қазба байлығын 100 миллион долларға бағалауы мүмкін. Сөйтіп соның бәрін қосып 1 миллиард долларға кепілдеме ретінде 1,5 миллиард долларлық кепілдемені алып, гарантияны алып, жаңа 1 миллиард доллар қарызды аталмыш елдің өздері көрсеткен органның есепшотына, ұлттық компаниясы немесе ұлттық компаниясын басқаратын холдингтердің есепшоттарына Қытай билігі жібереді. Жаңа айттық, уақытын 20 жылға келісті деп айттық, немесе 8% деп келістік. Енді бұл жерде осы бүкіл жұмысты ұйымдастырып отырған ту бастағы бірінші орган, Қытайдың ұлттық компаниясы, енді ол ту бастағы шашқан ақшасын қайтарып алуға мүдделі болады. Сөйтеді де ол жаңағы 8%-тік қарызды келісім шарттан кейін сыбырлап жүріп, анау алай болғанда мынау бұлай деп Африканың неше түрлі сылтауын айтып, қауіптілік деңгейін өсіріп, 1% пайдасын қостырады. Коммерция департаменті мен коммерция министрлігінің әрқайсысы 1% қостырады. Ал сақтандыру компаниясының басшысы осыған қол қойған үшін ол өзінің жеке қалтасына ол 1% пайдасын алады. Жеке соның басшысы. Ал импорт-экспорт банктың басшысы, ол әрине оның басқарған үкіметтің, мемлекеттің ақшасы, ол осыған қол қоюға да құқылы, қол қоймауға да құқылы. Әрине ол да бұл жерде сол аталмыш бөлінетін қаржыдан 1% пайда көретіндігін ескертеді. Сөйтіп жаңағы 8%-тік келісім бойынша келісілген жоба екінші мәрте Африка еліне қайта жіберіледі. Осындай бізде жаңағындай ұқсамаған көзқарастар болды. 1 миллиард доллар мінекей тұр бар болғаны, мынандай бір нәрсені қайта қарайық дейді. Сөйтеді де жаңағы барлық адамдардың егер 1%-тік пайдасы берілмеген жағдайда бұл жоба іске аспай қалуы мүмкін дейді. Енді жаңағы Африкадағы саясаткерлер ойланады.
20-30 мәрте жиналыс өтіп қойған, халықтың құлағын көтеріп қойған, ақпаратқа хабар беріліп қойған, бұл салынбаған гидроэлектр станциясының, су электр станциясының әлі өндірмеген тоғын қалай пайдаланатыны, қандай зауыт, қандай қала салынатындығы туралы айтылып қойған, халықта, мемлекетте әлі жаңа көлеңкесінде жоқ су электр станциясының бақытына шомып тұрған сәтте Қытай билігі тарапынан жаңағындай әңгіме айтылады. Сендерде мындай жағдай екен, мына берген гарантия кепілдемелерің толымсыз, мына жаңағы темір жолдарың 300 миллионға татымайды, мына кендерің 500 миллионға татымайды, сондықтан сөйтеміз, процентін өсірейік дейді. Енді Африкадағы саясаткерлерге кері қайтуға жол жоқ. Оларға саяси образ, имидж керек. Жаңағы өлсін, тірілсін, жаңағы Қытайдан сутегін алатын қарыз сияқты болып көрінген қарызбен жаңағы су электр станциясын салу керек. Тауды қопарып, тасты қазып отырып, су электр станциясын салу керек. Олар енді мақұл дейді. Себебі бұл жерде аталмыш бөлінетін 1 миллиард доллар ақшаның игеретін Қытайдың ұлттық компаниясынан жаңағы ченділер мен чекпенділерге, олардың бәйбіше тоқалдарына, көңілдес-мөңілдестеріне, немесе Пекинде оқитын бала шағасының есепшотына тағы да бір немесе бірнеше процент ақша бөлінетіндігі туралы ішкі ымыра жасалынады. Сөйтіп жаңағы 8% деген өсіміңіз айланып келіп 12-13% өсімге қарай ауысады. Міне байқадыңыз ба? Дүние банкінен, дүниежүзіндегі басқа да қаржы орталықтарынан қарыз алынса, 4-5%-тен алу мүмкіндігі бар бұл ел, енді келіп Қытайдан 14-15% қарыз алуға мәжбүр болады. Неге? Дүние банкі немесе басқа әлемдік қаржы орталықтары жаңағы шенділер мен шекпенділерге алдын ала төленетін 1%-ті ешқашан бермейді, және олар қаржыны Қытай сияқты бір жолда бермейді, олар басқышпен тамыздықтатып отырып береді, және әрбір қазылған топырақ, әрбір қаланған кірпішті есептеп бақылап отыратын органы болады. Ал Қытайда ондай қатаң бақылау жүйесі жоқ, әшейін су тегін қып мәдеп бере салатын бір жүйе жасап қойған. Сөйтеді де жаңағы саясаткерлер, жаңағы Африкадағы ортада жүретін пысықайлар, жарастырушы топ, жаңағы аталмыш жобаны жасаушылардың барлығы бұл жерде алда берілетін қарыздан түсетін 1%-тік пайда үшін енді олар процентті көтеруге бірден келісім береді. Себебі қарыз халықтың мойнында, қарызды қайтаруға мемлекет жауапты, ал жаңағы 1%-тік ақша тіке олардың Швейцариядағы есепшоттарына, не Пекиндегі, Гонконгтағы есепшоттарына, тоқалдарына, баладарына тіке өз бетімен тиетін ақша. Және олар оны ешқашан қайтармайды, қарызды мемлекет қайтарады. Енді есептей беріңіз, 1 миллиард доллар дегеніңіз бірдің артында 9 бар деген сөз. Оның 1% деген сөз 2 нөлін алып тастаңыз. Сонда 10 миллион доллар. Енді жаңағы мемлекеттің президенті, немесе соның премьер-министр, немесе ол бір патшалық ел болса, соның уәзірі ма, сұлтаны ма біреуіне, аталмыш жаңағы гидроэлектростанцияға жауапты ұлттық компанияның басшысы, энергетика министрліктеріне жаңағы 10 миллион доллар бөлінеді. Әрқайсына 1%-тен десе, онда ол жаңағы соның әрқайсына 1%-тен. Жоқ, 10 миллион долларды бәріміз қанағат тұтамыз десе, бөлініп, оның бәрі қып-қызыл юан күйінде Пекиндегі, Гонконгтегі есепшоттарында тұрады. Сөйтіп олар халықтың, мемлекеттің есебінен әрқайсысы сөйтіп 10 миллион долларға ие болып шыға келеді. Ары қарай ортадағы делдалдарды алады. Сосын бұл 1%-ті істемей тұрып Қытайдың ұлттық компаниясының басшысы алып үлгереді 10 миллион доллар. Коммерция департамент мен коммерция министрі Қытайдың, олардың пысықайлары да ортадан 10 миллион долларды шетелден карточкаларына салып үлгереді. Ұлттық қамсыздандыру компаниясы оларды алып үлгеріп, қолын қойып үлгереді. Импорт-экспорт банк Қытай мемлекеттің қаржысын жаңағы ұлттық компанияға аударғаннан кейін оларда 1%-ін, яғни 10 миллион долларын алып үлгереді. Сөйтіп 1 миллиард доллар ақша Африкадағы сол елдің жаңағы көрсеткен компаниясының немесе холдингінің есеп шотына аударылып болады.
Ал ол аударылғанда бұл жерде екі талап қойылады. Осы 1 миллиард доллар ақшаны жаңағы ең алғаш осы жобаны зерттеуші, жасаушы, идеяның авторы болған Қытайдың ұлттық компаниясы игеруге міндетті болады. Бұл жерде Chinese factor 70% дейтін әңгіме бар. Яғни осы 1 миллиард доллардың игерушісі, жаңағы су электр станциясын, гидроэлектр станцияны салушы жаңағы Қытайдың ұлттық компаниясы болады. Яғни Африканың елі мемлекеті Қытайдан қарыз алып, ол қарызды алған қарызын Қытайдың ұлттық компаниясына төлеп, соларды істетіп, соларды жұмысқа салып, жаңағы су электр станциясын салғыстады. Сөйтіп жаңағы ұлттық компания жаңағы елде сол 1 миллиард доллар ақшаны жұмсап, су электр станциясын өздері келіскен жоба бойынша салуға кіріседі. Бұл жерде ұлттық компания жобаны бастамас бұрын 15-20%, кейбір жобаларда 30-40% ақшаны алдын ала төлеуді талап етеді. Себебі олар Қытайдан құрылыс материалдарын, гидроэлектр станцияға керекті барлық керек жарақты құрал жабдықты Африкаға тасимыз, сол үшін алдын ала төлем талап етеді. Сөйтіп, бірінші төлем Қытайдың ұлттық компаниясының есепшотына Африкадан қайтадан Қытайдың ұлттық компаниясының есепшотына төленген сәтте, сол төлемнен жаңағы ұлттық компанияның 1%, Африкадағы пысықайлардың, ченді шекпенділердің немесе бірнеше пайызы, коммерция департаменті мен коммерция министрлігінің 1%-дары, Қытайдың ұлттық сақтандыру компаниясының 1%-дары және импорт-экспорт банкінің 1%-дары әлгі төленген 20% немесе 30-40%, 1 миллиард доллардың ол есептеңіз, жаңағы 200 миллион немесе 400 миллион доллар алдын ала төленген предоплатаның соның есебінен төленеді. Дәл осы кезде. Ал енді кейбір бай елдер бұл алдыңғы бірінші кезектегі төлемді алмай тұрып алдын ала төлеп тастайды. Бұл енді өздерінің амырасына байланысты. Сөйтіп, су электр станциясы салына бастайды. 1 миллиард доллар ақша Африкаға аударылады, бір жолдан немесе бірнеше етап, оны игеріп бақылап отыратын мекемелер жұмыс істей бастайды. Алдын ала төленген төлем бойынша Африканың есепшотына түскен 1 миллиард доллардан ұлттық компанияға жаңағы 300 миллион, 400 миллион доллар ақша аударылады. Ары қарай олар су электр станциясын басқыш бойынша сала бастайды, жұмысшылар келеді. 70% Chinese фактор бойынша, яғни Қытай фактор бойынша бүкіл құрылыс материалдар, керек десеңіз цементіңізге дейін Қытайдан тасылады, бүкіл генератор, анау мұнау керек жарақ тұтас Қытайдан тасылады, тіпті ондағы жұмысшылардың дені де Қытайдың жұмысшысы болып келеді. Сөйтіп 1 миллиард долларды Қытайдың ұлттық компаниясы Африканың қолынан алып қайтадан шығады. Бұл жерде тағы бір ымыра жүреді. Мүмкін олар сол жобаны 800 миллион долларға салып болады. Бірақ 200 миллион доллар жаңағы сол Африка елінің басшыларына, солардың ченді шекпенділердің қалтасына кетуі де мүмкін. Бұл тағы да солардың ішкі мұрасына байланысты болады. Яғни бұл жерде қарызды Африка елінің халқының мойнына іліп қойып, Африка елінің басшылары да жеке қалтасын бір қампайтады. Қытайдың мемлекеттік есепшотындағы ақшаны Африка еліне аудартқызып алып, артынан оны өздерінің жеке қалтасына аудартқызып, Қытайдың ұлттық компаниясы, коммерция министрлігі мен департаменті және ұлттық сақтандыру компаниясы және импорт-экспорт банкінің басшылары олар да қарық болады. Яғни апамда разы, жездемде разы деген жағдай содан шығады. Бәрі разы болып, бірінің бетін бірі жалап, қайта-қайта баспасөз мәслихатын өткізіп, осы аталмыш жобаның екі елдің достығының үлгісі екендігін айтып, бұлар мәре-сәре болып қарық бола бастайды. Ортадан жаңағы сол елдің азаматтығына бәленбай мың Қытайда өтіп үлгереді. Жұмыс жасалу барысында жаңағы жеңгелердің бәленбай ченді шекпендісінің ұлдары тоқалға Қытайдың жаңағы сұлуларына қарық болып, оның бәлені сол гидроэлектр станция салып болғанша Қытай мен жеңгінің ортасынан бәленбай нөмірі туып үлгеріп болады бұл жерде. Оны ары қарай айтпайық. Сөйтіп, аталмыш су электр станциясы мерзім бойынша 2 жыл не 3 жылда салынып болады. Сөйтеді де жаңағы бүкіл жер асты қазба байлығын, ұлттық компанияларын, ұлттық жаңағы жерлерді,
сол мемлекеттің немесе жер байлығын, территориясын, немесе мемлекеттік кепілдемесін, гарантиясын беріп отырып алған қарыз сол мемлекеттің мойнына ілінеді, су электр станциясы салынады, бірінші кезектегі тоқ энергия халыққа таратылады, салюттар атылады, халық мәз болады, енді ары қарай өндірісті өркендетеміз, энергия бар болды, енді ары қарай бізде өндіріс керек, производство керек, жеңіл өнеркәсіп, ауыр өнеркәсіпті дамытамыз деп Қытайдағы экологияны ауыр бүлдіретін қорғасын өндіру заводы, алюмин өндіру заводынан тартып, уран өндіруге дейін, ауыр биохимиялық заводтарға дейін әгі жерде Африкаға қарай жылжуға жол ашады. Міне бүгін Африкада Қытайдың заводтарының көптеп құрылуының себебі ту басы гидроэлектр станция салудан басталады. Себебі заводқа жоғары вольттық энергия керек. Ал ол энергияны жаңағындай қарызбен салдырып алады, сосын оны жаңағындай халықтың мойнына іліп қояды. Ұлттық компания, коммерция министрлігі мен департаменті, сақтандыру компаниясы, Қытайдың импорт-экспорт банкі, жаңағы Африка елінің шенді шекпенлерінің бәрінің жеке қалтасы қанағаттандырылады. Есеп-шоттар сол елден де, Пекиннен де, шетелден де ашылып, тоқал-тоқалдар ары бері ұшып, қонып бұл жерде бәрі разы болады. Қарыз халықтың мойнына ілінеді, сөйтіп су электр станциясы салынып болғаннан кейін жаңа саясаткеріңіз де халықтың алдында бөседі келіп, оны да халықтан небір ақындар шығып, әншілер шығып, әлгіні аспанға ұшырып мақтайды. Екінші басқышта жаңағы Қытайда экологияны ауыр былғайтын зауыттар, адам ағзасына мүлде зиянды зауыттар, немесе еуро стандартқа мүлде сай келмейтін сондай бір ескі технологиямен ортаны былғап отырып тауар өндіретін зауыттар енді Африкаға жылжи бастайды. Ол зауыттарды жылжытудың да жобасы жаңағындай қарыздар бола бастайды. Ол қарызға жаңа гидроэлектр станциясы салынып болған гидроэлектр станциясының өзін, немесе оның бір акцияларын, немесе бәлем пайыз басқару құқын, немесе түскен табыстың бәлем пайызын деп әгіні жырмыштап, соны кепілге қойдырып, немесе тағы да басқа жерасты қазба байлығын, немесе аграрлық жерлерді кепілге қойдырып, ары қарай жаңағы Қытайдың өзінде тиым салынған зауыттар енді Африкаға жылжи бастайды. Өз жерде олар 2 әліпбиге шықпақ түгіл 3 әліпбиге шығады, Африкадағы арзан еңбек күшке қарық болады. Қытайдың оңтүстігінде қазір $2000 қара жұмысшы таппайсың. $2000 қара жұмысшы таппай отырған Қытайдың оңтүстігіндегі зауыт өңірлер. Бір Құрттай қаланың өзінде 100 шақты зауыты болатын. Мысалы, тек Шандун провинциясында Зыбо деген қаланың бір өзінде 40-50 мұнай айыру зауыты бар. Осы жердегі сол мұнай айыру зауыттарының жылдық өнімі бір жылда 3 миллион тоннадан төмен болатындарының бәрін жаптырды бір кезде. Ал осы зауыттардың барлығы биохимиялық зауыттар, жаңа химиялық тауар өндіретін зауыттар, ауыр лас, экологияны былғайтын зауыттардың бәрі енді Африкаға қарай жылжи бастайды. Ескі цехтар, ескі технологиялар Африкаға бар. Себебі ол жерде, мысалы Африканың кейбір елдерінде жұмысшының айлық жалақысы $15-20 тұрады. Сосын олардың жаңа медициналық қамсыздандыру, анау-мынау деген әңгіме әлі миға кіріп шықпаған. Сөйтіп, қазіргі кезде Қытай осындай аспаннан тегін жауған инвестициясы арқылы Африканы жаулап жатыр. Құрметті бауырлар, біз бұл Африканы Қытайдың жаулауын неге түсіндіріп отырмыз? Себебі осы 2018-дің қыркүйек айында Қытай елінде Африка басшыларының саммиті өтіп жатыр. Аспаннан жауған ақшада қисап жоқ. Білмеген ел, түсінбеген ел, ойпырай, мына Қытай не деген шүлен, не деген ақшасы көп деп жатыр. Бұлары дегенің жаңағы Америка, Еуропа сияқты емес, анау кедей баяғыдан езіліп келген бейшара Африканы дамытып өркендетіп жатыр дейді. Бірақ шын мәнінде олар Африканы жаулап жатыр. Африканы отарлап жатыр. Қазіргі қара құрлық Қытайдың отарына айналып барады. Құрметті жамағат, Қытай инвестициясы туралы
біздің айтарымыз әлі де көп. Кем дегенде бұл тақырыпта нақтылы мысалдармен Африкада іске асырылып жатқан зауыттар, Африкада іске асырылып жатқан жобалар, қазылып жатқан кендер, Африканың оталып жатқан ормандары туралы, Африканың былғанып жатқан экологиясы туралы алда біз нақтылы дәлелді мысалдарды келтіре отырып, сіздерге лекция оқитын боламыз. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы, телефон WhatsApp-ым +7 747 063 90 31. Инвестиция деген нәрсені аспаннан тегін жауған ақша екен деп ойламайық. Осындай әсіресе Қытайдың бақылаусыз кеткен инвестициясы әдейіге жаңағында еуропалық, америкалық жүйедегі әрбір тиынын есептеп бақылап отыратын тәуелсіз үшінші бір органның қатысуынсыз болатын мұндай инвестиция сол қарыз алушы мемлекеттің шенді шекпенділерін шіріктесуге, парақорлыққа, жең ұшынан жалғасуға мақсатты түрде үйретіп, және олардың жеке қалтасын қампайтып, сол елді қарызға будырып, қарызға булықтырып, ең соңында сол елді басып отын жаулап алуды мақсат етеді. Ал мұндай жоба Америка, Еуропа елдерінде баяғыда тиым салынған. Себебі оларда бақылаушы үшінші бір органдар қатысады. Қытайда ол жоқ. Сау болыңыздар. Қара Қытай қаптаған заман. Африка дәл қазір Қытайдың отарына айналып бара жатыр. Осы мәселе туралы біз алда тағы сөйлейтін боламыз. Аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Телефон WhatsApp +7 747 063 90 31. Сау болыңыздар.